Барлық ағайындыларының ортақ бір әйелі бар. Неге Тибетте барлық ұлдарын бір қызға үйлендіруге тырысады? Бұл видео осы тақырып жайлы болмақ. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Бұл жағдай азды-көпті білімді, түсінігі бар адамға таң қаларлық және қызықты болып көрінер. Қытайда көп әйел алу, былайша айтқанда многоженство және көп ер адамға тұрмысқа шығу, многомужество заң бойынша тыйым салынған. Өйткені ел коммунистік болса да, социализм құруды армандайтын болса да, ортақ әйел алу жағдайына қарсы. Бірақ Тибет тұрғындары Қытай заңдарына бағынар емес. Бұл аймақтың ерекше мәртебеге ие болуы тегін емес. Ал Қытайдың өзі бұл адамдардың ісіне араласпауға тырысады. Шын айту керек, олармен қазірдің өзінде проблемалар өте көп. Қытайда бір бала деп аталатын саясаттың салдарынан әйелдер санының азаюы мен ерлер санының көбеюіне байланысты қорқынышты халықтық теңгерімсіздік болған еске алсақ. Тибет халықтарының полиандриясы, яғни многомужество, шынымен де әйелдердің толық тапшылығы жағдайында ұлдарына орын табудың әрекеті ме? Жоқ, шын мәнінде бәрі әлде қайда қызықты. Әңгіменің басын таулы Тибетте алғашында ешкім бір бала саясатын ұстанбағанынан бастайық. Статистика көрсеткендей, бала тууды бақылау негізінен халық санының шамадан тыс көп болған ірі қалаларда жүргізілді. Биік таулы аймақтарда көптеген адамдар мүлде құжатсыз өмір сүрді. Сондықтан мұндағы жұрт қалағанша және кімді, яғни ұл ма, қыз ба, өздерінің қалауымен дүниеге әкелген. Бұл мәселе басқаша болды. Тибетте жақсы құнарлы жерлер жоқ. Айналада таулар ғана бар. Малды жартасқа бағу немесе астық егу мүмкін болмады. Егер отбасында бірнеше ағайынды болса, онда жергілікті заңдарға сәйкес ата-ана меншігіндегі мұра олардың әрқайсысына тең бөлінеді. Міне, мәселе осында туындайды. Жерлердің кішкентай болғаны соншалықты, ол жерге бірдеңе істеу мүмкін емес. Оның үстіне кейде бір отбасында 3 баладан көп болатын. Сондықтан бір кездері үлкен учаскелер уақыт өте кішірейе бастады. Бірнеше ұрпақ жалғасын тауып жатса, жер қалмайды деген қауіп болды. Шын мәнінде тибеттіктердің көбеюінен 3-4 ұрпақтан кейін жер ауыл шаруашылығына ғана емес, тіпті шағын үй салуға да жеткіліксіз болуы мүмкін. Полиандрия дәстүрі, многомужество осыдан пайда болды. Ағадан кейін қалған ағайындылардың бәрі оның қалыңдығына үйленеді, бірақ тек шартты түрде. Десе де заң мұндай некелерді құптамайды. Адамдар жай ғана ортақ өмір сүре бастайды. Ортақ малы бар, ортақ екпелері бар және өз үйін салумен және орналастырумен айналысады. Ұлдарының бәрі орындарын тапқан, жер ортақ. Бұл ата-аналарға да, балалар мен немерелеріне де жақсы. Туысқандардың бірі шаңырақ астында тұруына заң тыйым салмайды. Формальды түрде полиандрия, многомужество жоқ сияқты. Тексерушілер келсе, неке туралы куәлік ресми түрде бір ғана адаммен жасалған, ал қалғандары уақытша тұруға келген. Егер әйелі күйеуінің біреуін мүлдем ұнатпайтын болса, ол дөрекі болса, қолын көтерсе немесе басқа күйеулерден туылған балаларына лайықты құрмет көрсетпесе, онда ол тіпті күйеуін үйден қуып жіберуі мүмкін. Бірақ бірден емес, алдымен күйеуінің анасынан, яғни енесімен сөйлесу керек. Күйеуіне екінші мүмкіндік берілсе жақсы. Мүмкіндік берілмесе, оның екі жолы бар: монастырға бару немесе біреудің отбасында қызметші болу. Ал отбасында гармония болса, онда ешқандай қиындық болмайды. Барлық күйеулер жұмыс жасайды, міндеттер барлығына бірдей бөлінеді. Онда жалқау адамдар жоқ. Айтпақшы, қызғаныш та жоқ. Оның үстіне ағайынға қандай қызғаныш болуы мүмкін? Біз мұны түсінбейтін шығармыз, бірақ көптеген тибеттіктер бұл жағдайға үйреніп қалған. Олардың менталитеті мүлде басқа, адалдыққа деген көзқарасы мүлде басқа. Дегенмен, мұндай өмір сүру тәсілі тибеттіктердің ойын толығымен өзгертті. Қазір бұл өмір салты оларға қалыпты және таныс жағдай. Олар одан жаман немесе табиғи емес нәрсені көрмейді. Және әрине бұл үшін біз оларды сынай алмаймыз. Олар отбасы туралы дәл осындай көзқарасқа жақсы өмірден келген жоқ. Сондықтан олардың орнында болмаса, біз бұл жағдайды бағалай алмаймыз. Жалпы Тибет әйелдерінің жағдайы жақсы, және бұл балаларға да жақсы. Айтпақшы, бұл жерде әке болу мәселесі ешқашан көтерілмеді. Барлық күйеулер барлық балаларды бірдей жағдайда тәрбиелейді. Тек қазір ресми түрде олардың үлкен ағасы әкесі болып саналады. Бұл түсінікті, өйткені оның анасы заңды некеде. Ал жағдай шын мәнінде екі жақты. Біздің мәдениетімізде мұндай отбасы үлгісі мүлдем жабайы болып көрінеді. Бірақ бұл адамдар үшін бұл аман қалып өмір сүріп кетудің
бірнеше жолдарының бірі. Өйткені Тибетте бір бала саясаты болған жоқ. Бұл аймақтағы ерлер мен әйелдердің саны шамамен бірдей екеніне әкелді. Нәтижесінде бір әйелдің бірнеше еркекті қабылдайтын жағдайы тапшылық тудырады. Ал 3 әйел 3 еркектен 3 баланы дүниеге әкелетін болса, бұл бір балаға есептеліп түседі. Халық саны баяу азайып барады. Бұл да адамдарға бақыт әкелмейді. Бұл олардың онсыз да қиын өмірін жеңілдетпейді. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.